Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен апельсиннен шырын жасап үйренетін боламыз. Балаларыңызға дүкеннен зиянды сусындарды әпергенше дәл осы табиғи шырынды үйде жасап көріңіздер. Жасалу жолы өте оңай және де аз ғана заттан жасалынады. Достар, менің каналыма тіркелуді және лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Дәл осы 3 апельсиннен 5-6 литр шырын жасайтын боламыз. Бізге апельсин, қант және лимон қышқылы қажет болады. Лимон қышқылы болмаса, лимонның сөлін пайдалансаңыздар да болады. Ең алдымен барлық апельсиндерімізді осылай сыртымен қосып турап, содан кейін блендерде езіп алатын боламыз. Апельсиндерімізді блендерде езіп болғаннан соң, кастрюлемізге салып, оған 3 литрдей қайнаған суымызды құямыз. Суымыз ыстық болмауы қажет, алдын ала қайнатылып суытылған болуы керек. Және де осыған қантымызды және лимон қышқылын салатын боламыз. Жақсылап араластырып, банкімізге құйып, 2-3 сағатқа холодильникке сақтап қоямыз. Енді қалған қайнаған суымызды дайындап аламыз. Соның үстіне жаңағы дайындалған қоспамызды сүзгіден өткізетін боламыз. Мен екінші рет графинге құяр алдым, тағы да сүзіп алдым. Осылайша үйде өздеріңіз-ақ дүкеннің шырынынан ешқандай айырмашылығы жоқ шөліңізді басатын сусын дайындауға болады. Дәмі деген өте керемет болып шығады, әсіресе балаларға ұнады. Сіздер де дәл осы рецептпен үйлеріңізде жасап көріңіздер, бәріңізге ұнайды деп сенемін. Және де достар, менің каналыма тіркеліп, лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.